Сәлем көрермен, сізбен бірге Fortress of History каналы видео бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып жайғасыңыз. Біз бастаймыз. Бүгінгі бейнебаянда Жапониядағы отряд 731 туралы мәлімдейміз. 1930 жылдары Жапон мемлекеті адам қинайтын, өлтіретін фабрика ашқан. Олар адамдарға адам естімеген эксперимент жасаған. Түсініксіз сұйықтықты адамдардың тамырына енгізіп қинап тексерген. Одан қалса адамдарды бөлшектеген. Адамдарды жоғарғы және төменгі температурадағы бөлмелерге кіргізіп тексерген, сынаған. Отряд 731 қаншерлері қайдан, қалай және не үшін пайда болды? 1930 жылы Жапон мемлекеті соғысқа дайындалды. Олардың қарсыластары Совет өкіметі, Монғолдар және Қытай мемлекеті болды. Сол кездегі император Хирохито мемлекеттік басқарды. Оның мамандығы теңіз биолог болатын. Оның пікірінше ғылым қаншерлердің досы деп есептеді. Оның сенімі бойынша медицина ғылымы бойынша мыңдаған, миллиондаған жауларды жоюға көмектеседі деп есептеген. Миллиондаған қаражатты қаруға, әскери техникаға жұмсағанша, ол ақшаны медицинаға, биологиялық қаруға жұмсаған әлде қайда үлкен пайдасын береді деп есептеген. Биологиялық қару арқылы, ауа мен су арқылы жауларды жоятынын айтқан. 1932 жылы император Хирохито өзінің полковнигіне және микробиолог Сиро Исиге үлкен лаборатория құруға тапсырыс берді. Бірақ лаборатория туралы ешбір адам білмеу тиіс еді. Олар лабораторияны Манчжуру деген мекенде құрды. Ол жер соғысқа дейін Қытайдың территориясында болған. Ол жерді жапондықтар тартып алған еді. Сондықтан соң ол жерде басым бөлігі Қытай халқы тұрды. Егер лабораторияда бір жарылыс немесе химиялық қауіпті заттар бөлінетін болса, зардабын қытайлықтар шегетін еді. Ол лабораторияға миллиондаған ақша құйылды. Лабораторияның территориясында аэродром, крематорий, түрме, храм, стадионда салынды. 3000-ға жуық адам осы лабораторияда жұмыс жасады. Олар адам естімеген, көз сенбейтін эксперименттер істеді. Олар көшеде кетіп бара жатқан адамдарды ұстап эксперимент жасаған. Экспериментте адамдардың 60% қытайлықтар, 30% орыстар, 10% монғолдар мен кореялықтар болған. 3000 жұмыскерлерді бірнеше топқа бөліп, әр топқа вирус ойлап табуды бұйырды. Сондықтан соң күніне жоқ дегенде 3-4 адамға эксперимент жасап отырды. Микробиолог Сиро Иси жауыз адам еді. Оның жүрегінде аяныш жоқ еді. Ол адамдарды маймылдан да төмен көрді. Экспериментке алып келген адамдарды олар бірінші тамақтандырып, ұйықтатып, демалдырған. Адамдар күш жинағаннан кейін оларға эксперимент жасаған. Олар ер адамдарға тамырларына вирус, бактерия енгізген. Одан кейін сол ер адамды әйел адаммен жыныстық қатынаста болуға мәжбүрлеген. Содан кейін әйел адам бала көтерген кезде, құрсақтағы балаға қанша уақытта жұғатынын зерттеген. Олар аяғы ауыр әйелді жатқызып тірідей кесетін. 731 отрядта жұмыс істеген Акава Хукуцацудың айтуы бойынша, ол лабораторияға басында жарақат алған адамдарды емдейміз деп келген. Кейіннен ол және әріптестері эксперименттен кейін адамдарды тірідей кесіп, органдарын алып банкаларға салған. Сөйтіп банкалардағы органдар қанша уақытта ауруға шалдығатынын білу үшін. Мен жалғыз өзім ғана 1000 адамды өлтірдім. Күніне 3-4 адамға эксперимент жасап өлтірдім. Және бактериялық қару шығарған адамдардың бірімін деп айтты Акава Хукуцацу. Жапондық Совет өкіметімен соғысатындықтан, тысқа, суыққа төзімді болу үшін адамдарға төмен температурада эксперимент жасады. Адамдарды жоғарғы температурадағы бөлмеге кіргізіп, одан кейін аяз бөлмелерге кіргізген. Бұл аз болғандай, лабораторияда адамдардың аяқ қолын кесіп, қолын аяқтың орнына, аяғын қолдың орнына жалғап тігіп экспериментте жасаған. Экспериментте кіші үлкен деп жаспен таңдамаған, кішкентай баладан бастап үлкен қарт кісіге дейін эксперимент жасаған. Эксперименттерге шыдаған адам ары кетсе 2 айға ғана шыдаған. 1945 жылы Манчжуру Совет өкіметінің территориясына кірді. Отряд 731 қашар кезде лабораторияны экспериментте болған адамдармен жауып өртеген.
Отряд 731-дегі 3000 адамнан 12 адамды ғана Совет өкіметі ұстап, 25 жылға дейін соттаған. 731 отрядтың басқа адамдардың Америка ұстаған. Ұсталған адамдардың қатарында микробиолог Сиро Исида болған. Америкалықтар оларды соттаған жоқ, олармен келісім шарт орнатты. Келісім бойынша Сиро Исида және оның адамдары эксперимент нәтижесін көрсетсе, бөлсе, оларға бостандық беретін болды. Отряд 731 экспериментінен 3000-нан 10.000-ға дейін адамдар өлген. Ал биологиялық қарудан 200 мыңға жуық қытайлықтар өлтірілді.